Қалайсыңдар? Бүгін 45-ші күн, видео жаңа үйден. Осы жарда, айлана жарда, көп жарда фон қойып, как раз қыс келе жатыр, соның барлығын реттеп, сапасын көтеруге тырысамын. Пока бір қолмен монтажда тоже қиындау шамалы, сол үшін сапалы видео сапалы шамалы төмендеуі мүмкін. Но айтатын идея всегда лучше болады. И кешегі айтылған ақша туралы, что ақшаны өзіңе байланыстырмау керек деген ойлардың бар көбісіне ұнап өте ризамын, что сендер түсіндіңдер, что мен сендерге түсіндіре алдым қаншалықты маңызды екенін. Сол үшін іштей шамалы енді қуаныш болып тұр, что көп адам дегенде 18 ба 20 адамы қарады, что 20 адамның хотя бы 2-3-еуіне егер бұл видео пайдалы болып ойын өзгертсе, шынымен ойланып бастаса, это уже отлично. Ал бүгінгі айтатын нәрсе, біз негізі да, адамдар көп успешный адамдардың, и даже успешный емес, но бір тырысып жүрген, жұмыс істеп жүрген адамдардың жасап жатқан нәрсесінің 90%-ын біз көрмейміз, тек қана 10% примерно, тек қана 10%-ын ғана көреміз. И біз сол 10%-ына қарап всегда баға береміз. Кім болмасын, не болмасын, біз всегда бер жағын, ол саған не көрсетті, яғни бергі жағын, айсбергтің тек үстін деген сияқты ғой. И сен білмейсің да, ол қалай істеді, сен ойлайсың, сен оны 10%-ына қарап бағалайсың, оның жасаған жұмысын. Ал за кадрым, даже мен түсірген кезде, мен как будто күнде видео түсіріп жатқан сияқтымда, пайдасы жоқ, бір видео түсіріп жатқан сияқтымды істеп жатқан, білмеймін деген сияқты көрінуі мүмкінмін, да? Но сендерге бұл көрсетқаным тек қана 10%-да, за кадрым қандай жұмыстар жасалатынын сендерге беймәлім, сендерге көрмейсіңдер. И дәл сол сияқты сендерді тек қана жетістікті көрулері мүмкін сендер. Но іштегі болып жатқан, ішкі кухняда болып жатқан нәрселердің барлығын көрмейсіңдер. Ол үшін неге оны айтып жатырмын? Просто баға берген кезде, басқа біреуге баға берген кезде, тек қана бергі жағына қарап баға бермеңдер да, оның қандай жасаған жұмыстарын сендер көрмейсіңдер. И сендер де сондай режимдесіңдер. Сендердің де барлық жасаған жұмыстарыңды көрмейді адамдар, да, дұрыс па? Сен қалай істейтқанда тек инстаграмға не саласың, сен инстаграмға егер тренировкаға барған салмасаң, сен как будто бы тренировкаға бармаған сияқты боласың. Сондай бір ойлар келуі мүмкін, адам басында автоматом келеді ол нәрсе. Ол қалай ойлайтын, олардың барлығы не важно, оны тек қана не істейсің, ол адамдардың барлығына сен нәтижемен көрсетесің. Нәтижең, сен резко мынандай үйде тұрып кетпейсің, сен резко бір нәрсеге қол жеткізбейсің, сен за кадрым болып жатқан кезде, сен ол видеоға түспей жатқан кезде, сен жұмыс істеп жатсың да, сен прям тырысып жатсың, мақсат қойып жатсың, прям жұмыс істеп жатсың, сен оның бәрін саламайсың ғой. Сида видео түсіріп жүрген жұмыс, ол дұрыс емес видеода, потому что фокус жоқ қой, сен сол нәрсені бәрін салынбайды. Сен сол кезде жұмыс істейсің, потому что олар процессті көру не важно да негізі. Сен главное оны нәтижемен таңғалдыру керексің, сен нәтижемен өз жұмысыңды көрсету керексің. Так что нәтижеге жұмыс істейміз. Адамдар осылай ойлап қалады ғой деген ойын бәрін тастап тастаймыз да, нәтижеге жұмыс істеп, кім саған сенбеді ең басында, кім саған күмәнданды, кім саған 10%-ға қарап, не видео түсіріп жатсың, блогер, мынау, болып кеттің ба, бүйтіп ба, таста, не істейсің, айлы жұмысқа кір, анау, оның барлығына сен немен дәлелдейсің, нәтижемен дәлелдейсің. Так что жұмыс істейміз, нәтижемен таңғалдырамыз. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I'll make